көп жерде шегіртке. Қазір енді аздап бір қалды. Енді азғандай бір ой жерлерде анда-мында қалады. Енді бәрін 100% жойды деп айта алмаймын. Бірақ бұл кішкентай азғантай. Оның қазір зияны жоқ. Әлі ұшқан жоқ. Ертең ұшқаннан кейін олар уже миграция бастайды. Ол бір жақтан ұшып, олар бөтен жаққа кетеді. Бізге бөтен жақтан ұшып келуі мүмкін. Енді қазір белгісіз келесі жыл қалай болатын. Бұрын болған жоқ. Бұл былтыр аздап менің жеріме келді, көп келген жоқ. Азғантай келді де, оны көктемде бір машина келіп, сонымен улап, сонымен құтылдық. Былтыр миграция өте көп келді. Өте көп келді. Осы жердің бәрінде ұшып жүрді. Жұмыртқасын, кубышкілерін салды. Енді биыл қайдан білейін, енді тағы да бөтен жақтан тағы ұшып келіп жатса болады. Жаңа менің өзім ойым ғой. Өзім ішімдегі ойым. Жаңағы бір облыстарда бір-бірден жаңа өзінің бір саранчевый отрядтар болса, техникасымен, самолетімен, үлкен организация емес, бір 20-30 адам. Вот қай ауданда шығады, сонда барып улап тастайтын. Бұл кезінде кеңес заманында саранчевый отрядтар болды. Олар мына негізі Қарақұмнан, Қызылқұмнан, Тайсоған құмдардан шыққан кезде тек шыққан бойда солардан жоқ қылып жіберетін еді. Бері қарай келмейтін еді. Берем саранчаның көбейіп кеткен себебі былтырға қарағанда енді личинкасын тастап кетті кешегіде. Сол жағдайда келіп үкіметіміз бар, министріміз бар, ауылдың инспекциясы бар, қобдан әкімі бар ауданның. Қол үздіктерін беріп, машина берді, Орал машина берді. Кішкентай машина берді, самолет келіп, сонымен ел болып, жұрт болып, саранчаны бірталайын өлтірдік енді, жасыратын жоқ. Сол себептен шөптен шөбіміз аман сау алып қалдық.